Киви – бұл көптеген дәм мен денсаулыққа пайдасы бар кішкентай жемістер. Олардың жасыл еті тәтті және ащы. Ол сондай-ақ С дәрумені, К дәрумені, Е дәрумені, фолий қышқылы және калий сияқты қоректік заттарға бай. Олар сондай-ақ көптеген антиоксиданттарға ие және талшықтың жақсы көзі болып табылады. Олардың кішкентай қара тұқымдары бұлыңғыр қоңыр қабығы сияқты жеуге жарамды. Бірақ көпшілігі кивиді жемес бұрын қабығын аршуды жөн көреді. Киви дәрумендерге өте бай тропикалық жеміс. Оның құрамындағы жасұнық, калий, кальций, фосфор, мырыш, темір, антиоксиданттар мен амин қышқылдары ағзаға өте пайдалы. Кивиді жиі тұтынатын болсаңыз, ағзаға инфекцияның таралуы тежеліп, иммунды жүйе нығайып, жүрек қан тамырлары ауруының алдын алып, ағзаның қатерлі ісікпен күресуі артып, жүйке жүйесін жақсартады екен. Басқа жемістерден айырмашылығы, киви консервіленген кезде еш бұзылмайды. Сондай-ақ, жеміс Е дәруменіне өте бай. Біле білсеңіз, кивиді жеп қана қоймай, оны косметика негізінде пайдалансаңыз да болады. Сонымен қатар, бұл жемісте актидин атты зат бар. Ол ағзадағы ақуыздарды ыдыратуға көмектеседі. Мамандар кивидің өзінен бұрын қабығының да пайдасы орасан зор екенін анықтады. Себебі кивидің қабығында антиоксиданттар көп кездеседі. Ол терідегі натрий затын сыртқа шығаруға көмектесетін таптырмас құрал. Сондықтан киви қабығын тастап жібермей, одан маска жасап пайдалансаңыз, бетіңіздің терісі балғын күйге енеді екен. Киви жүрек қан тамырларына, ас қорытуға, қанды тазалауда, салмақ тастауға, теріге, шашқа, көзге және жүктілік кезінде өте маңызды жемістердің бірі екен. Яғни кивидің осы аталған ағзаларымызға өте пайдалы екен. Кивидің құрамында серотонин өте көп кездеседі. Бұл жемісті ас қорыту және жүрек қан тамыр жүйесі үшін өте пайдалы екен. Серотонин есте сақтау қабілетін, көңіл күйді жақсартады және ақпарат қабылдауды ынталандырып, тәбетті қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар, серотонин тез және ауыртпалықсыз оянуға ықпал ете отырып, ұйқыны сапалы және сандық түрде жақсартады екен. Нәзік жандылар үшін кивидің емдік қасиеті де бар. Ол шаштың ерте ағаруынан сақтап, ағзадағы артық салмақтан арылуға көмектеседі. Қыжылдан құтылу үшін де бір кивиді жеу жеткілікті. Ересек адамдарға кивиді қан қысымын және ағзадағы холестерин көлемін азайту үшін жеуге болады. Сондай-ақ, кивидің құрамында иммунитетті нығайтып, ағзаны жасартатын С дәрумені баршылық. С дәрумені ағзаға зиянды нитраттардың енбеуін де қадағалайды. Сонымен қатар, кивидің құрамында қан ауруларын емдейтін темір молынан кездеседі. Зерттеулер көрсеткендей, кивидің құрамында С витамині болғандықтан, ол тыныс алу органдарындағы ауыртпалықты жеңілдетіп, қырылтаудан, жөтелден және демігуден арылтады екен. Сонымен бірге, киви жүкті әйелдер үшін қажетті жеміс. Оның құрамында жатырдағы қан жасушаларын өндіруге қажетті фолий қышқылы өте көп. Бұл экзотикалық жеміс еркектерге де пайдалы. Кивидегі амин қышқылдарының органины импотенцияны емдеу мен алдын алуда қолданады екен. Киви тек тамақтану үшін ғана пайдалы емес. Кивиден алынған органикалық қышқылдардың теріге әсері пигментация азаяды, ал терінің өзі тартылады екен. Теріні әжімдер мен қабыршықтаудан қорғайды екен. Жеміс қышқылдары мен антиоксиданттардың көп мөлшеріне байланысты, киви косметологияда пилингтер мен маскалардың құрамдас бөлігі ретінде қолданылады. Киви теріні тазартады және өлі тері жасушаларын кетіруге көмектеседі. Сондай-ақ, бұл жеміс теріні қатайтуға және жасартуға көмектесетін табиғи коллагенді қамтиды екен. Сондай-ақ, кивидің пайдасымен қатар зияны да бар екен. Бүйрегі шаншитын, асқазанында жара, гастритпен немесе басқа да ас қорыту жүйесі әлсіз адамдарға, аллергиясы бар адамдарға киви жеуге болмайды.
Сонымен қатар дәрігерлер кивиді 5 жастан кіші балаларға бермеуге кеңес береді. Зерттеу нәтижелері бойынша балаларда жұтқыншақ көмей дерматозы, тілдің ісуі туындауы мүмкін. Сонымен қатар аллергиялық әсер беруде ықтимал дейді. Кивиді салатқа қосып немесе десерт ретінде жесеңіз болады. Олардың жарқын түсі тартымды және асыңызға көрік сұлулық сыйлайды. Кивиді смузилерге, соустарға және мустарға қоса аласыз. Бір қызығы, кивиді маринадтауға да қосуға болады екен. Ақпарат пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.